الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين जंग बदर के हवाले से हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का जिक्र हो रहा है। इस बारे में कुछ और बातें पेश करता हूँ। Бәдір шайқасына байланысты Алла елшісінің саллаллаху алейхи уассалам өмірі туралы әңгімелерімді әрі қарай жалғастырамын. Табақат ибн Саад кітабында Алла елшісінің саллаллаху алейхи уассалам Бәдір шайқасынан кейін тұтқындарға қалай қарағаны туралы баяндалады. Шайқастан кейін тұтқындардың арасында Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам ағасы Аббас та болды. Тұтқындарды Алла елшісіне саллаллаху алейхи уассалам әкелгенде, ол түнімен ұйықтай алмады. Біреу Алла елшісінен саллаллаху алейхи уассалам неге ұйықтай алмай жүргенін сұрағанда, ол Аббастың аяғынан деп жауап берді. Сол үшін біреу барып Аббастың кісенін босатып жіберді. Сонда Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам Аббастың айғайын естімеген соң не болғанын сұрады. Оған кісендерінің босап қалғанын хабарлағанда Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам біреуге артықшылық болмас үшін барлық тұтқындарға да осылай істеуді бұйырды. Ол мұны тек туысқандарына ғана емес, бәріне де солай жасады. Бәдір шайқасынан кейінгі тұтқындар туралы Хазірет Мырза Башир Ахмад өзінің Сират Хатамын Набиин пайғамбарлар мөрінің өмірі кітабында былай деп жазады. Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам Бәдір алқабында 3 күн болды. Бұл уақыт шейіттерді кебіндеу мен жерлеуге және жаралыларға қажетті көмек көрсетуге жұмсалды. Дәл осы күндері олжалар жиналып, таратылды. Саны 70-ке жеткен тұтқын кәпірлерді қамауға ұстау әртүрлі мұсылмандардың қол астына тапсырылды. Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам мұсылмандарға тұтқындарға жұмсақ әрі мейірімді болуды, әрі олардың жағдайлары жақсы болулары үшін қамқорлық жасауға, мырзасының әрбір тілегін орындауға, құмар болған сахабаларға қатаң түрде бұйырды. Және олар соншалықты ғажайып, әлем тарихында мұндайды кездестіру мүмкін емес, әрі олар осы нұсқаулыққа сәйкес амал етті. Осы тұтқындардың бірі Әбу Азиз ибн Умайр есімді адам, ардақты пайғамбардың саллаллаху алейхи уассалам нұсқауы бойынша ансарлар өздері құрма, тағы басқа жеп отырып, маған пісірілген нанды беретін. Талай рет азғантай нанды тауып алса да, маған беріп, өздері ештеңе жемейтін еді. Мен ұялып, оларға қайтарып бергенімде, олар оны өзіме қалдыруды талап ететін еді. Киім жетпеген тұтқындарға киім кешек берілді. Сонда Абдулла ибн Убай Аббасқа өз көйлегін берді, деді. Сэр Уильям Муир сонымен қатар мұсылмандардың тұтқындарға деген ізгі қарым-қатынасын мына сөздермен мойындады. Мұхаммедтің өсиеттерін орындау үшін Медина тұрғындары мен өз үйлері бар мұхаджирлер тұтқындарды қабылдап, оларға жақсылық жасап, үлкен құрмет көрсетті. Бұл тұтқындардың бірі Медина тұрғындарына жарылқау болсын деп айтқан болатын. Олар өздері жаяу жүріп, бізге мінуді талап ететін. Олар құрмаға қанағаттанып, бізге аз болса да бидай нандарын беретін. Таң қаларлық емес,
Біраз уақыттан соң құн төлеу үшін олардың достары келгенде, олардың кейбірі өздерін ислам дінін ұстанушыларданбыз деп жариялады. Осылайша олардың тұтқындарға жасаған жақсылықтары ұзақ уақытқа созылып, тіпті бірден исламды қабылдамағандарға да жағымды әсер қылдырды. Бәдір шайқасындағы жеңістің маңыздылығы мен оның салдары туралы былай баяндалады. Абдулла бин Рауаха мен Зейд бин Харса Бәдір шайқасындағы жеңіс туралы сүйінші хабармен Мединаға келді. Олардан бұл хабарды естіген Алланың дұшпаны Яхуди Қаб ибн Ашраф сенбей, Мұхаммед осындай ұлы адамдарды өлтірсе, жер үстінде болғаннан жер астында болғаны жақсырақ деді. Яғни өмір сүргеннен өлгені артық. Ғұлама Шибли Нумани Бәдір шайқасының нәтижелері атты кітабында былай деп жазады. Бәдір шайқасы діни және саяси жағдайға үлкен әсер етті. Шындығында бұл исламның даму жолындағы алғашқы қадамы еді. Исламның дамуына кедергі болған құрайыштық жетекшілердің барлығы іс жүзінде жойылды. Утба мен Абу Джахил өлтірілгеннен кейін құрайыштар Абу Суфиянды басшы етіп тағайындады. Одан Умейядтар империясы басталды. Алайда құрайыштардың күштері әлде қашан әлсіреді. Мәдинада әлі де анық жау және кәпір болған Абдулла бин Убай бин Сәлүл болды. Ол сырттай исламды қабылдап үлгерді. Бәдір шайқасында жеңіске жеткеннен кейін ол тек сырттай ғана мұсылмандықты қабылдады. Бірақ іштей мұнафиқ болып, сол күйінде дүниеден өтті. Осындай оқиғалардың куәсі болған көптеген араб тайпалары исламды қабылдамаса да, қорқып мұсылмандарға қарсы тұруды доғарған. Бірақ бұл жағдайға қарамастан, исламға қарсылық әлі де жалғасты. Яхудилермен осы шарттың әрбір тармағын орындайтын туралы келісім шарт жасалған болатын. Бірақ мұсылмандардың Бәдір шайқасында жеңіске жетуі яхудилер арасында қызғаныш отын тудырып, олар өздерін тежей алмады. Бұрын құрайыштар Хызырмаға қайғырса, енді әр үй, әр отбасы мұнайды. Олардың әр қайсысы мұсылмандардан кек алуды ойлады. Сонымен, Суиттегі оқиғалар мен Ухуд шайқасы жоғарыдағы оқиғаларға себеп болды. Хазрат Мырза Башир Ахмад Бәдір шайқасының нәтижесі туралы былай деп жазды. Осы уақытқа дейін Әуәс пен Хазрадж тайпаларынан шыққан көптеген адамдар көп құдайшылықты берік ұстанды. Бәдір шайқасындағы жеңіс бұл адамдар арасында қозғалыс туғызды, және осы керемет және ерекше жеңіске куә бола отырып, олардың көпшілігі исламның ақиқаттылығына көз жеткізді. Осыдан кейін Мединада пұтқа табынушылық өте тез әлсірей бастады. Алайда исламның бұл жеңісі жүректерінде ашу мен қызғаныш отын жандырғандарда болды. Олар ашық қарсы шығуға ақылсыздық деп ойлап, сырттай исламды қабылдап, іштей оны жоюға ұмтылып, екіжүзділер тобына қосылды. Олардың ішіндегі ең көрнектісі Абдулла бин Убай бин Сәлүл. Ол Хазраждардың өте танымал көсемі болды.
Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам Мединаға келгендіктен ол өз билігінен айырылғандықтан қатты күйзелісте басынан өткерді. Бәдір шайқасынан кейін бұл кісі әуел бастан мұсылман болғанмен жүрегі исламға деген ашу мен дұшпандыққа толы болды. Ол 200-ліктің басшысы болып, жасырын түрде исламға және Аллахтың елшісі саллаллаху алейхи уассаламға қарсы бір қатар қастандықтар ұйымдастыра бастады. Осылайша, әрі қарай өрбіген оқиғалардан белгілі бір жағдайларда бұл адам исламға және Алланың елшісінен саллаллаху алейхи уассалам өте қиын жағдайлар туғызатын құралға айналғаны белгілі болды. Ол әрі қарай былай деп жазады: Бәдір шайқасы кәпірлерге де, мұсылмандарға да терең және ұзақ әсер етті. Сол себепті бұл шайқас ислам тарихында маңызы ерекше болғандықтан, Құран кәрім бұл шайқасты ислам мен күпірлік арасындағы айырмашылық айқындалған күн деп, Йомул Фурқан деп атаған. Күмән жоқ, кейінде Құрайштар мен мұсылмандар арасында басқа да шайқастар болды. Олардың кейбіреулері өте қатыгез болды. Кейде мұсылмандар қиын жағдайға тап болды. Бірақ ешқандай хирургиялық операция қалпына келтіре алмайтындай, Бәдір шайқасында Құрайштардың омыртқалары сынды. Құрбан болғандардың санына келсек, бұл үлкен жеңіліс емес еді. Құрайш сияқты халық үшін 70-72 жауынгердің өлімі ұлттық трагедия деп саналмайды. Ухуд шайқасында мұсылмандардың шығыны осындай болды. Бірақ бұл жеңіліс тіпті мұсылмандардың жеңіске жету жолына уақытша кедергі бола алмады. Неліктен Бәдір шайқасы Йомул Фурқан деп аталды? Бұл сұраққа ең жақсы жауап қасиетті Құран кәрімнің расында сол күні кәпірлердің тамыры кесілді деген сөздерінен түсінуге болады. Яғни Бәдір шайқасындағы соққы кәпірлердің тамырына тиіп, күл талқаны шығады. Дәл осындай соққы тамырға емес, бұтақтарға тигенде, қаншама шығын болғанмен, кәпірлер шеккен шығынмен салыстырғанда бұл шығын түк емес. Тамырға тиген бұл соққы санаулы сәтте мына жасыл ағаштың үйілген көмірге айналдырды. Құлап қалмас бұрын басқа ағашқа жабысып қалған бұтақтар ғана аман қалды. Осылайша Бәдір шайқасында Құрайштардың шығыны өлгендердің санымен емес, кімнің өлгеніменен өлшенеді. Құрайштардың шығынына осы тұрғыдан қарасақ, Бәдір шайқасында Құрайштықтардың шынымен түп тамыры кесілгеніне күмән мен сенімсіздікке орын қалған жоқ. Удба, Шайба, Умайя бин Халаф, Абу Джахил, Ухба ибн Абу Муид және Назыр ибн Харис және басқалары Құрайштардың қозғаушы күші болады. Бәдір алқабында Құрайштардың рухы мәңгілікке тастап, олар жансыз дене сияқты болды. Бәдір шайқасына Йомул Фурқан атауы да осы себепті берілген. Осыған байланысты Хазірет уәделенген реформатор қасиетті Құранда бұл шайқас Фурқан деп аталған. Бұл шайқас сондай шайқас, араб басшылары шайқас басталмай тұрып исламды жоямыз деп, ақырында өздері жойылды. Олардың жойылғандары соншалық, оларды еске алатындай ештеңе аталмады. Егер олармен қарым-қатынасы бар адам болса, олар үшін ұялатын. Яғни бұл шайқаста Алла тағала мұсылмандарға үлкен жеңісті беріп қойды деп айтты. Одан әрі Хазірет уәделенген реформатор осыдан кейін де мұсылмандардың азабы жалғасқанына күмән жоқ. Олар сонда да кәпірлермен соғысуды жалғастырды. Бірақ та Бәдір шайқасынан кейін кәпірлердің күштері айтарлықтай әлсіреп, мұсылмандардың ұлылығы туралы білгендеріне күмән жоқ. Құран кәрімде Фурқан деп аталған Бәдір шайқасы туралы
Инжилде пайғамбарлық уахи бар. Исайя кітабының 21 бөлімінің 13-17 аяттарында былай жазылған. Арабия туралы пайғамбарлық, Дидан керуендері Арабия ормандарына түнендір. Фимай жерінің тұрғындары шөлдегендерге су беріңдер. Қашқандарды нанмен қарсы алыңдар, өйткені олар қылыштан, семсерден, жебеленген садақтан және соғыстың қатыгездігінен қашушылар. Өйткені жаратқан ие маған жалдамалы жылмен тең тағы бір жылда Кидардың барлық даңқы жойылып, Кидардың ержүрек ұлдарының садақтары азаяды деген. Исраилдің Құдайы жаратқан ие солай деді. Одан әрі Хазірет уәделенген реформатор, қоныс аударудан кейін тура бір жылдан кейін арабтар соғысып, Кидардың барлық даңқы жойылады деп Исайдың пайғамбарлығында жазылған. Алла елшісін саллаллаху алейхи уассалам қашып кетті деп айыптаған жұрттың өзі әскермен бірге атын беріп қашты. Олар өз басшыларының денесін соғыс алаңында қалдырды. Соның салдарынан басшыларынан айырылған Мекке алқабы бұрынғы ұлылығынан айырылды. Сондай-ақ қасиетті Құран кәрімде 11-ші түн туралы хабарлай отырып, қоныс аударудан тура бір жыл өткеннен кейін кәпірлердің барлық күштері жойылып, мұсылмандар үшін жеңіс пен сәттілік таңы келетінін уахи етті. Осылайша тура бір жылдан кейін Бәдір шайқасы болып, оның нәтижесінде Құрайыштың барлық ірі көсемдері өлтіріліп, мұсылмандар жарқын жеңіске жетті. Рамазанның 1-ші айына дейін Мәдинаға келгеннен кейін бұл уақиге 10 жыл болып, 11-ші жылға кеткеніне мән беріңіз. Бір жылдан кейін хижраның 2-ші жылының Рамазанның айының 17-ші күні Бәдір шайқасына болып, оның кәпірлердің ірі басшылары жойылды. Осыдан кейін кәпірлердің мұсылмандарға жасаған аяусыз шабуылдары тоқтады. Мұсылмандар үшін тура бір жылдан кейін түскен 11-ші түн жойылды. Осылайша Алла Тағаланың мейірім және жәрдемімен мұсылмандар жеңіс пен сәттілік таңы қарсы алды, деп жазды. Бәдір шайқасына қатысқан сахабалардың ұлылығы туралы былай делінген. Жәбірейіл періште Алла елшісінен саллаллаху алейхи вассаламге барып, одан Бәдір шайқасына қатысқан мұсылмандарға қандай атақ бергенін сұрады. Алла елшісі саллаллаху алейхи вассалам олар мұсылмандардың ең жақсысы екенін айтты. Жәбірейіл періште осы сөздер шайқаста қатысқан періштелерге де қатысты екенін айтты. Сіздерге айтқым келген оқиға бұған дейін Хазірет Әлидің, оған Алла разы болсын, өмір баянында айтқан болатынмын. Мен мұны тағы да қайталауды жөн санадым. Убайдулла ибн Аби Рафа Хазірет Әли ибн Абу Талибтің былай дегенін жеткізеді. Бірде Алла елшісі саллаллаху алейхи вассалам Зубайырды, Мигдатты және мені бір іске жіберіп, Раудат хаққа жөнеліңдер, онда хаты бар әйелді табасыңдар. Сол хатты одан алыңдар деді. Біз сол баққа жеткенге дейін шаптық. Сол жерде әйелді көріп, хатты бізге бер дедік. Ол, менде хат жоқ деп жауап берді. Не бізге бересің, не киіміңді жұлып аламыз дедік. Осыдан кейін ол хатты өзінің шаш өрімінен алып шықты. Біз онымен бірге Алла елшісіне саллаллаху алейхи вассаламға оралдық. Бұл хатта Хатиб ибн Аби Балта меккелік мүшриктерге Алла елшісінің саллаллаху алейхи вассалам кейбір жоспарлары туралы жазған. Алла елшісі саллаллаху алейхи вассалам одан: «Ва Хатиб, сені мұны істеуге не итермеледі?» деп сұрады. Хатиб: «Ва Аллахтың елшісі, мен туралы қорытынды жасауға асықпа. Мен Құрайыштардың арасында тұрдым, бірақ мен олардың қатарынан емеспін. Меккедегі мұхаджирлердің мал мүлкі мен отбасын қорғайтын
қандас туыстары бар. Бірақ олармен қандастығым болғандықтан, олардың арасында отбасымды қорғайтын қолдаушы тапқым келді. Мен мұны күпірлік, дінді қабылдамау немесе күпірлікке бейімділігім үшін істемедім, деп жауап берді. Сонда Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам, ол шындықты айтты, деді. Хазірет Омар, уа Алланың елшісі, мына 200 дінні өлтіруге рұқсат етіңіз, дегенде, Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам, ол Бәдір шайқасының қатысушысы. Алла тағаланың Бәдір шайқасына қатысушылар туралы не айтқанын білмейсің бе? Алла тағала олар туралы, олардың барлық кемшіліктерін, қандай әрекетке тырысқандықтарын жасыратынын айтқан. Демек, олар үлкен күнә жасамайды, және олардың соңы сәтті болады, күпірлікте өлмейді, деді. Осылайша Хазірет Хатиб айтқандай, исламды қабылдағаннан кейін күпірлікті жақсы көру болмайды. Хазірет Абу Хурайра одан әрі былай дейді. Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам, Алла тағала Бәдір шайқасына қатысушыларға мейірім шапағатын көрсетіп, не қалайсыңдар, мен сендерге күпірліктен басқаның бәрін кешірдім, деді. Яғни Алла тағала олардың ешқайсының кәпір болмайтынын және ақыры сәтті болатынын уәде еткен. Ал егер олардың кемшілігі болса, Алла тағала оларды кешіреді. Мүміндердің анасы Хазірет Хафса былай дейді. Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам, Бәдір және Ухуд шайқасына қатысқандар, егер Алла тағала қаласа, отқа кірмейді деп үміттенемін, деді. Мен одан, уа Алланың елшісі, Алла тағала, сендердің араларында оған кірмей қоймайтын ешкім жоқ. Бұл Раббының соңғы шешімі, демеді ме? Сонда Алла елшісі, саллаллаху алейхи уассалам, Алла тағаланың, кейін біз тақуа болғандарды құтқарамыз және тізерлеп тұрған залымдарды сол жерде қалдырамыз, деген сөздерін естімедім бе, деді. Хазірет Омардың кезінде, Алла оған разы болсын, сахабалар үшін жалақы, ал Бәдір шайқасына қатысқандар үшін жоғарылық мөлшерінде жалақы бөлінеді. Сэр Уильям Муир, оның маңыздылығы, яғни Бәдір шайқасы, әйгілі 300 сахабалардың әрқайсысына берілген жоғары дәрежемен расталады. Мұхаммед қайтыс болғаннан кейін, олардың есімдері ұлы Бәдір тізімінде патшалық атақтары алушылар ретінде енгізілді. Олар ислам дінінің құрдастары еді. Маған Бәдір шайқасында киген киімімді әкел, мен оны осы күнге дейін осы мақсатта сақтап келдім, деген сөздерді кезінде жас болып дінді қабылдаған өлуге жақын болған 80 жастағы Меккеден келген Саад айтты. Ол парсы жаулаушыларының даңқымен тәж киген, Куфаның негізін қалаушысы және Ирактың әміршісі бола тұра барлық абырой мен атақтардың Бәдір шайқасына қатысу даңқымен көлеңкеге ығыстырды. Оның көз алдында Бәдір киімі тектіліктің ең жоғарғы белгісі болды және онымен қабірге апарылады, деп жазылды. Бәдір шайқасына қатысқан сахабалардың ұлылығы мен маңыздылығын Аллах елшісінің саллаллаху алейхи уассалам имам Мағдидің белгілерінің бірі болатынын түсіндіріп берген. Бәдір шайқасына қатысқан сахабаларға ұқсас 313 сахабаның аты жөні жазылған кітабы болатынын туралы пайғамбарлығында анық көруге болады. Осыған байланысты Хазірет уәделенген Мәсих алейхиссалам уәделенген Мағдидің 313 сахабалардың аты жөні көрсетілген кітабы болатыны туралы сахих хадистерде жазылғандықтан, бұл пайғамбарлықтың орындалғанын көрсету керек. Бұған дейін үмметте Алла тағала рақым еткендерінің үстінен Мағди дәрежесіне ие болатын мұндай адам дүниеге келмегені анық. Сондай-ақ оның заманында 313 аты жөні жазылған кітап пен баспасы болу керек еді. Егер бұл адамның ісі болса, онда оған дейін көптеген өтірікшілер де осы пайғамбарлыққа қатысты бар деп саналатын еді. Алайда шындық мынада,
Құдайдың пайғамбарлықтарында өтірікшілер ешқандай пайда таба алмайтынын кейбір ерекше шарттары бар. Оларға шыншыл адамға ғана берілген құралдар мен әдістер берілмейді, деп жазады. के पास एक छपी हुई किताब होगी जिसमें उसके 313 असाब का नाम दर्ज होगा। इसलिए ये बयान करना ज़रूरी है कि वो पेशगोई आज पूरी हो गई। ये तो जाहिर है कि पहले इससे उम्मत मरहूमा में कोई ऐसा शख्स पैदा नहीं हुआ कि जो Одан әрі Хазірет уәделенген Мәсіх алейхиссалам былай деп жазады. Шейх Али Хамза бин Али Мульк Ат-Туси хижраның 840 жылы жарық көрген Жауахир әл-Ассар кітабында уәделенген Мағдиге қатысты Мағди Қада деген ауылдан шығады, деп жазады. Бұл Кадиянның өзгертілген атауы. Одан әрі Алла Тағала бұл Мағдиді бекітеді және оған алыстан Бәдір шайқасына қатысушыларға ұқсайтын достар әкеледі. Олар 313 адам болады. Бұл кітапта олардың аты жөні, тұрғылықты жері және қасиеттері көрсетіледі, деп жазылған. Одан әрі уәделенген Мәсіх алейхиссалам бұған дейін сахабалардың есімдері жазылған кітабы бар және уәделенген Мағдиді дәрежесіне талап еткен ешкім болмағаны анық. Алайда бұған дейін де Исламның кемелдік айнасы кітабымда 313 сахабаның есімін көрсеткен болатынмын. Міне осы жерде мен бұл есімдерді тағы да жазамын, деп жазды. Бұл туралы уәделенген Мәсіх алейхиссалам өзінің Замима ан-Джамиат Хам кітабында жазған. आईना कमालात इस्लाम में 313 नाम दर्ज कर चुका हूँ और अब दोबारा अतमाम हुज्जत के लिए 313 नाम ज़ैल में दर्ज करता हूँ। ज़मीमा रसाला जामिया आथम में आप ये फरमा रहे हैं। Ол әрі қарай былай деп жазады. Әрбір әділ адам бұл пайғамбарлық мен үшін орындалғанын түсіну керек. Хадистерде жазылғандай, бұл сахабалардың барлығы шыншылдық пен бойұсынушылықтың қасиеті бар. Олардың мәртебелерін Алла Тағала жақсы біледі. Олардың кейбіреулері бұл дүниеден Алла үшін бас тартып, дінге қызмет ету құмарлықтары жағынан басқалардан озып кетті. Енді назар аударыңыз. Бұл кітапта аталған 313 бойұсынушы адамның барлығы Алла елшісінің саллаллаху алейхи уассалам хадистерінде айтылған пайғамбарлықтың дәлелі. Сондай-ақ пайғамбарлықта Кадиян атауын анық көрсететін Каада сөзі бар. Осылайша бұл хадистің бүкіл тақырыбы уәделенген Мағдидің Кадиянда дүниеге келетіндігі. Ол өзінің сахабаларының 313 аты жөні көрсетілген кітабын шығарады. Ендеше осыдан 1000 жыл бұрын шыққан кітапта ауылымның атын көрсету менің қолымнан келмейтінін әр адам түсіну керек. Адамдар мұның бәрін өз пайдам үшін жасадым деп ойламаулар үшін мен типография мен оның құралдарын жасаған жоқпын. Сондай-ақ 313 сахабаларының есімін көрсету менің қолымнан келмейтін еді. Керісінше, бұл құралдардың барлығын Алла Тағала өзінің пайғамбары Мұхаммедтің саллаллаху алейхи уассалам пайғамбарлығын орындау үшін жасады. Хазрат Муса мен Алланың елшісінің саллаллаху алейхи уассалам ұқсастығына қатысты Хазрет уәделенген Мәсіх алейхиссалам былай деп жазады. Алланың шыншыл халқы Меккеде 13 жыл бойы кәпірлердің қолынан қуғын сүргінге ұшырады. Дәл солай Исраил ұлдары қуғынға ұшырады. Бұл қудалау перғауымның Исраил ұлдарынан қудалауынан да күшті болды. Нәтижесінде бұл шыншылдар Исраил ұлдары Мысырдан көшіп кеткен сияқты Меккеден қоныс аударуға мәжбүр болды.
Перғауын Исраил ұлдарының өлтіру үшін қуғындағандай, Меккенің халқы мұсылмандары өлтіру үшін қуды. Ақырында олар Перғауын әскерімен бірге Ніл өзенінде жойылғандай, Бәдір шайқасында жойылды. Осы құпияны ашу үшін Алла елшісі саллаллаху алейхи вассалам Бәдір шайқасында мейттердің арасынан Әбу Джахилдің мейтін көріп, бұл кісі үмбетімнің Перғауыны еді деді. Яғни Перғауын мен оның әскерлерінің Ніл өзеніндегі өлімі анық және түсінікті болды. Бұған ешкім күмән келтірмейді. Сол сияқты Әбу Джахил мен оның әскерлерінің өлімі де анық және түсінікті болды. Ал бұл оқиғадан бас тарту ақмақтық пен ақылсыздық болып саналады. Исраилдықтар, яғни Алланың құлдары, Бәдір шайқасына байланысты оқиғадан кейін қуғынға ұшыраған меккеліктерді құтқарған басшымыз бен әміршіміз дәл Исраил ұлдары сияқты Мысырдың жағасында әндерді айтты. Бәдір шайқасында айтылған бұл араб әндері әлі күнге дейін кітапта сақталған. Тағы бір жерде Хазірет уәделенген Мәсіх алейхиссалам Тәураттың 2-ші заңдылығында көрсетілген бұл бейне үмметімен бірге 13 жыл қатарынан қиындық пен азапта болған Алла Тағаланың құдіретіне еленген осы елші болып табылады. Ақырында ол өз қауымымен бірге қоныс аударды. Оны соңына түсіп, ақыры Бәдір шайқасына бірнеше сағаттың ішінде Перғауым Ніл өзенінің соққысының әскерімен бірге қаза тапқандай, Әбу Джахил мен оның әскері де семсерден қаза тапсын деп шешім қабылданды. Мысыр мен Меккедегі Ніл өзеніндегі және Бәдір шайқасындағы оқиғалардың ұқсастығы қаншалықты айқын және анық екеніне назар аударыңыздар деп жазған. Қасиетті Құранда Алла Тағала: расында Алла сендерге Бәдірде әлсіз болған кездерінде жәрдем берді дейді. Уәделенген Мәсіх алейхиссалам өзінің Хутба Илхамия кітабында Бәдір шайқасы мен хиджрадағы 14-ші ғасырдың ұқсастықтарын баяндап берген. Ол Алла Тағаланың мына: расында Алла сендерге Бәдірде әлсіз болған кездерінде жәрдем берді деген сөздерімен берген уәдесін орындау үшін бұл 400 жыл пайғамбарлар мөрінің саллаллаху алейхи вассалам қоныс аударғаннан кейін есептелді деп жазды. Демек, мұқият болыңыз. Бұл аят Бәдір шайқасында болған екі оқиға көрсетіледі. Яғни бірінші оқиға алғашқы мұсылмандарға көмек ретінде болған. Екінші соңғы замандағы мұсылмандарға қатысты. Яғни бұл аят Бәдір түніне ұқсайтын болашақ дәуірге өте нәзік түрде ұқсайды. Бұл 400 жыл 1000 жылдан кейін келді. Метафоралық тұрғыдан қарағанда бұл түн Бәдір түні болып есептеледі. Осының бәріне қарамастан бұл аяттың алдындағы дәуірге де маңызы бар деп сенеміз. Бұл аяттың екі жағы бар екенін теологтар біледі. Құдіреттің көмегі екі көмекті білдіреді. Сондай-ақ Бәдір екі Бәдір дегенді білдіреді. Бір Бәдір алдыңғы дәуірмен байланысты болса, екінші мұсылмандар қорланатын келесі дәуірмен байланыстырылады. Оны қазіргі дәуірде көріп отырмыз. Ислам жаңа туған ай сияқты басталды. Түбінде Алланың қалауымен толық айға айналады деп жазылған. Яғни Алла Тағаланың хикметі сол, бұл дәуірдің исламның толық айға айналуын қалаған. Бұл Бәдір шайқасы оқиғасына ұқсас болуы керек. Алла Тағаланың расында Алла сендерге Бәдірде әлсіз болған кездерінде жәрдем берді деген сөздері осы оқиғаларды білдіреді.
वलकद नसरकुमुल्लाहु बिबद्र। ендеше осыған мұқият қараңыз, бейқам болмаңыз. Алла Тағала білімді адамдар үшін янсурукум болашақ түрінде деген мағынаны білдіретін. Насаракум өткен шақ түрінде сөзін қолданғаны сөзсіз. Демек, яхудилер үшін Алла Тағала екі қасиеттен кейін екі қорлық белгілесе, керісінше, ислам үшін Алла Тағала екі қорлықтан кейін екі жақсылықты белгіледі. Бәни Исраиль сүресінде залымдар мен әділетсіздер оқиғасы туралы оқығандарыңыз бойынша. खुदा ने उनसे अपने इस कौल में वादा फरमाया था, उज़िना लिल्लज़ीना युक़ातलूना बिअन्नहुम ज़ुलिमू व इन्नल्लाहा अला नस्रिहिम लक़दीर। Мұсылмандар алғашқы қорлықтарға тап болғанда, Алла Тағала мына сөздермен уәде берді. Соғысқандармен соғысуға рұқсат етілді, өйткені олар зұлымдыққа ұшырады. Расында Алла күдіксіз оларға жәрдем беруге құдіреті жетеді. Бұл аятта оларға жәрдем беруге сөздерін кәпірлердің мүміндерге қолдарымен жойылатынын көрсетеді. Сөйтіп Алла Тағаланың бұл уәдесі Бәдір шайқасы күні орындалды. Кәпірлер мұсылмандардың семсерінен қаза тапты. Одан кейін Хазірет уәделенген Мәсих алейхиссалам былай деп жазады. Қазір осы мына 14-ші ғасырда дәл Бәдір шайқасы кезіндегіндей жағдай болды. Бұл жөнінде Алла Тағала, расында Алла сендердің Бәдірде әлсіз болған кездерде жәрдем берді дейді. Бұл аятта пайғамбарлық мазмұн бар. Яғни 14-ші ғасырда ислам әлсіреп, дәрменсіз болған кезде Алла Тағала өз уәдесі бойынша оған жәрдем берді. Енді қараңыздаршы, Алла Тағала Бәдір шайқасында сахабалар аз болған кезде оларға қалай көмектесті. Бұл шайқаста имансыздық жойылды. Сондай-ақ онда болашақ дәуірдің ұлы белгілері туралы пайғамбарлық болды. Сол сияқты толған айда Бәдір деп аталды. Бұл дегеніміз Алла Тағаланың 14-ші ғасырдағы көмегі. Алла Тағаланың уәдесі орындалды. 14-ші ғасырда Алла Тағаланың қалауымен Ахмадтың келуі болып, Бәдір шайқасына байланысты пайғамбарлық орын алды. Ол менмін. Алла елшісінің саллаллаху алейхи уассалам сәлем берген адам осы. Өкінішке қарай ол келген уақытта және 14 ғасырдың толған айы келгенде, жұрт оны дүкенші әрі өзімшіл деп атады. Осыны көріп тұрып, бірақ көрмегендерге өкініш. Оның заманынан көрген, бірақ оны мойындамаған. Мінберлерде жазылып тұрып, 14-ші ғасырда осылай болады дегендердің бәрі өлді. Енді мінберлерде мынау келген адам өтірікші дегендер ғана қалды. Оларға не болды? Неліктен олар мұны көріп, бірақ бұл туралы ойланбайды? Соғыс алаңында көбісі әлі жас, бар жоғы 2 шағаш қылышпен 313 адам қалған. Бәдір шайқасында да Алла Тағала жәрдем етті. Бұдан әлсіз басқа қандай жағдай болуы мүмкін? Олардың арғы жағында арасында жас және тәжірибелі жауынгерлер бар үлкен әскер болды. Алла елшісінің саллаллаху алейхи уассалам мүмкіндері жеткіліксіз болғандықтан, «Уа Алла, егер бұл қауым жойылса, жер бетінде саған құлшылық ететін ешкім қалмайды» деп дұға етті. Тыңдаңыздар, бүгінде біз Бәдір шайқасындағы күйде тұрмыз. Алла Тағала жамағатты дайындап отыр. Құрамында Бәдір және әлсіздік сөздері барларда сол күйде. Әрі қарай Хазірет уәделенген Мәсих алейхиссалам былай деп жазады. 14 саны 14-ші ғасырға өте ұқсас. Бұл туралы Құран кәрімде Алла Тағала, расында Алла сендерге Бәдірде әлсіз болған кезде жәрдем берді, дейді. Яғни Бәдір шайқасында Алла елшісінің саллаллаху алейхи уассалам қауымы аз болғанымен жеңіске жетті. Бұл уақыт Бәдір шайқасы уақытына да қатысты. Уәделенген Мәсих алейхиссаламның уахиінде былай делінеді: Бәдір шайқасындағы оқиғаларды ұмытпаңдар.
Бұл туралы Қази Абдурахман Сахиб 1904 жылғы 14 ақпандағы күнделігінде былай деп жазады. Бүгін түнде Хазірет уәделенген Мәсіх алейхиссалам көрген бір түсінің аян уахи туралы айтты. Бір кісі оған Бәдір шайқасындағы оқиғаларды ұмытпаңдар деді. Алла Тағала бізге Бәдір шайқасының оқиғасының маңыздылығын ерекше түсініп ұғынуды нәсіп етсін. Алла елшісінің саллаллаху алейхи уассалам нағыз қызметшілерінің келудегі мақсатының түсіндіруімізді нәсіп етсін. Мұсылман үмбеті Бәдір шайқасының оқиғаларының мәнін түсінсін. Мұсылмандар жоғалтып алған ұлылығын қайтарып алу үшін Алла елшісінің саллаллаху алейхи уассалам қызметшісі ретінде болып келген уәделенген Мәсіхті алейхиссалам қабылдайтын болсын. Енді мен Жәлсе саланы туралы аздап айтқым келеді. Келесі жұмада Ұлыбритания жамағатының жыл сайын өтетін Жәлсе саланасы басталады. 3-4 жыл үзілістен кейін биылғы Жәлсе саланаға көптеген қонақтар келеді. Дәл осы күндері олар Ұлыбританияға келе бастайды. Алла Тағала барлық жолаушылардың жолдарын жеңілдетсін. Олардың аман-есен осында жетулеріне Жәлсе саланының берекесін алуға Алла Тағала нәсіп етсін. Ұлыбританияның Ахмади мұсылмандары жыл сайынғы құрылтайға құштарлықпен және руханиятпен белсенді қатысулары керек. Олар Жәлсе салана күндерінде рухани азық алулары керек екенін естен шығармауы керек. Әр жерде қызмет ететін еріктілер Хазірет уәделенген Мәсіх алейхиссаламның қонақтарына қызмет ететіндерін ұмытпауы керек. Биылғы жылы қатысушылардың саны көп болады деп күтілуде. Бәлкім кейбір кемшіліктер пайда болуы да мүмкін. Жыл сайынғы конференцияның еріктілері тәжірибе алғандықтары соншалықты, олар кейбір кемшіліктерді жойып та үлгерді. Кішігірім кемшіліктер болса түзетіледі деп кәміл сенемін. Уа Алла, Жәлсе саланада келген қонақтарда кемшілік болмаса екен. Ислам бізге қонақтарға құрмет көрсетуді бұйырады. Барлық еріктілер бұл жерге таза діни мақсатпен уәделенген Мәсіхтің алейхиссалам шақырумен келген қонақтарға лайықты құрметпен қараулары және оларға қызмет көрсетулері міндетті. Оларға Алла Тағаланың разылығын алу үшін шын ықыласпен беріліп қызмет етіңіздер. Исламда қонақжайлыққа қатысты тәлім қандай және Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам қонақтарға қызмет көрсетуде бізден не күтті? Бір жерде Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам кім Аллаға және оның елшісіне иман келтірсе, қонақтарына қонақжайлықтарын көрсетсін деген. Жәлсе саланы дүниенің түпкір-түпкірінен және мінездері әртүрлі адамдар келеді. Кейде кейбір қонақтар еріктілерге ұнамайтын сөздерді айтады. Бірақ Аллах Тағала барлық қонақтарға лауазымы мен жағдайына қарамастан құрмет пен қызмет көрсетуді бұйырды. Негізінде бұл адамның иманын сынаудың бір жолы. Ендеше осыған ерекше назар аударыңыздар. Барлық еріктілер ең көркем мінезді көрсетулері керек. Қонақтарды әрқашан күлімдеп қарсы алыңыздар. Еріктілер өздерін қонақтарға қызмет етуді ұсынды. Сондықтан Алла Тағала мен оның пайғамбары бізге белгілеп қойған деңгейде болыңыздар. Ислам діні бізді қандай моральдық деңгейде болуды үйретеді. Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам сенің бауырына күлімдеуінің өзі игі істерден екенін айтады. Жақсылыққа шақырып, жамандықтан тыю да ізгі істерден. Адасқандар мен соқырларды тура жолға салу да игілік. Жолдағы тас пен тікенді алып тастау да сауап. Кез келген кірді тазарту да игі іс.
ыдыс аяқтан ағайынға беру де сауап. चाहते हैं। Бір сөзбен айтқанда, бұл әрбір Ахмади мұсылманының бойында болуы тиіс деңгей. इस्लाम हमें तलकीन फरमाता है। इस बारे में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अपने भाई के सामने तेरा Мен еріктілердің назарын осыған аударғаным, олар әрқашан күлімсіреп жүрсін, өйткені бұл жақсы қасиет. भी तेरे लिए सदका है। किसी भटके Кейде қызмет көрсету кезінде тіпті ұйықтауға уақыт жетпейді. भी तेरे लिए सदका है। Олар шаршаңқы болуы мүмкін, бірақ олар әрқашан күлімсіреп, қонақтарға шын жүректен қызмет етуі тиіс. और अपने डोल से अपने भाई के डोल में कुछ डाल देना भी तेरे लिए सदका है। Тәрбие бөлімі мен еріктілер жамағатқа жат және біздің ілімімізге қайшы келеңсіз нәрсе көрсе, оның қонақтарға жұмсақтықпен және мейірімділікпен түсіндіруі керек екенін ескертуі керек. बहुत बड़ा वस्फ है। ड्यूटियों के दौरान बाज दफ़ा Жолдарды таза ұстауға жауапты еріктілер топтары бар. Жолға жауапты еріктілер топтары да бар. Олар жыл сайынғы конференциялардың іс-шаралары өтетін әртүрлі орындарын көрсететін стендтерді орнатады. फिर तरबियत के शोबे के लिए खुसूसन और आम ड्यूटी वालों को उमूमन ये ख्याल रखना Егер біреу оған жол көрсетуді сұраса, оған еріктілер көмектесуі керек. जो हमारे माहौल के तकद्दुस और तालीम के खिलाफ है तो नरमी और प्यार से समझाएं। वो हमारे निज़ाम में Тек еріктілер ғана жол көрсетуі міндетті емес. भाई का रास्तों की Мұндай жағдайларда жол білетін кез келген адам көмектесуі тиіс. मुकर्रर होती हैं। इसी तरह Бұл адамгершілікке жатады. जाते हैं मुख्तलिफ जगहों पर जिन पर हदायत भी लिखी होती हैं और निशानात भी। Егер олар өздері білмесе, қонақтарды тікелей жамағаттың тиісті бөлімшесіне жіберсін. तो उसी रहनुमाई Мүгедектер мен зағип жандарға көмектесулеріңіз керек. Бұл туралы тым егжей-тегжейлі айтудың қажеті жоқ. और खुद नहीं पता तो मुतलका शोबे तक पहुंचा दें। और माजूर और नाबीना की मदद करना तो वैसे ही Ерікті немесе қызметшілердің бір жол үстінде қоқыс көрсе, оны жинап, қоқыс жәшігіне апарып тастауы тиіс. फिर रास्तों और मुख्तलिफ जगहों पर अगर कोई मेहमान Қоқысты байқаған әр адам оны алып тиісті жерге тастауы керек. डिस्पोजेबल ग्लास वगैरह इस किस्म की चीज़ें या गंद वगैरह फेंक जाते हैं तो गो सफाई का शोबा इस तरह तवज्जो करता है और सफाई Осыған жауапты адамдар қоқыс жәшіктерін бір-бірін жақын орнатуы керек. खुद ही उठाकर करीब के डस्टबिन में डाल दें। Сондай-ақ олар қауіпті нәрселердің қоқыс жәшіктеріне түсіп кетпеу үшін қадағалап отыруы керек. लेकिन साथ ही ये निगरानी भी Еріктілер қонақтардың тамағына да жауапты және қонақтарға құрметпен қарауы керек. Азық-түлік жетіспейтін болса, олар қонақтарға тамақты басқалармен бөлісу керектігін түсіндіруі керек. Сонда барлығына жетеді. Әдетте бұлай болмайды. Бірақ мұндай жағдай туындаса, сіз бұл мәселені сүйіспеншілікпен және даналықпен шешуіңіз керек. जैसे बांट कर खाना खाएं। Сондай-ақ жол қозғалысы мәселелері кейде қиындықтар тудырады, әсіресе ауа райы қолайсыз болған кезде. Қонақтарды еріктілермен бірге ынтымақтаса, жақсы өнеге көрсетсін деп шақырамын. को इस मामले को देखना चाहिए। इसी तरह Басқа да көптеген бөлімдер бар. Сондай-ақ олар да Алла елшісінің саллаллаху алейхи уассалам нұсқауларымен әрекет етуі керек. तो यहाँ इस बारे में भी जहाँ Олар қонақтарға күлімсіреп қарауы керек. को कि इन ट्रैफिक वालों से ताउन करें। Жальса Салянаның барлық еріктілері өз міндеттерін ең көркем түрде орындасын. और इसी तरह दूसरे मुख्तलिफ शोबाजात हैं जलसे के हर एक को हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हिदायत पर अमल करते रहना चाहिए। Осы Жалса Саляна барлық жағынан берекелі, құтты болсын. अल्लाह ताला करे कि तमाम कारकुनान Әрбір Ахмади мұсылман осы Жалса Саляның сәтті болу үшін үнемі дұғада болу керек. खास तौर पर हर Алла тағала әр қайсыларыңызға мұндай мүмкіндікті нәсіп етсін. अल्लाह ताला हम
Amin. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.